Ал достар, мен бүгін үй жағдайында палау жасайын деп жатырмын. Біздің отбасымызда 3 адам болғандықтан мен толтырып жасамайым. Алдымен майымызды осылай молырақ қып құямыз. Ал енді пиязымызды тураймыз. Осындай турап, сәбізіміз дайын. Енді пиязды да өстіп тураймыз. Мынала осылай қойдың етін дайындап, жуып қойдым. Сосын майымыз шашырамау үшін кішкене тұз қосамыз. Майымыз қызып тұр, енді оған етімізді саламыз. Üstü etimizi kuramız. Etimizi әдемілеп kuramız. Енді етimiz kuruldu. Şimdi səbizimizi qosamız. Səbizimizi qosamız da жақсылап астын көтеріп араластырамыз. Мен сәбіз бен пиязын бірге қосып жіберем. Сол кезде дәмді болады. Әркім өз қалауынша істейді. Осылай су құйып, 3 кесе күрішке 5 кесе су құйдым. Осылай су құйып, қақпағын жауып қойдым. Қазір қайнаған соң алып күрішімізді саламыз. Енді су қайнады. Суға күрішімізді саламыз. Күрішімізді салдық. Ал енді мынау неміз қайнап жатыр. Мына осылай кішкене қазір қақпағын ашып қоямыз. Міне палауымыз да дайын болды. Осындай палау шықты. Палауымыз дайын болды. Міне осылай бізге ас болсын. Осындай палау.